Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, нәзік кекстер дайындайтын боламыз. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырамын. Алдымен жұмыртқаға шекер қосып, күнбағыс майы мен сүтті құйып жақсылап миксерлейміз. Онға қамыр қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Сосын аз-аздан електен өткізіп отырып араластырамыз. Сонда кексіміз жақсы көтеріледі. Менде мынадай силиконды форма май жағуды қажет етпейді. Формаға бір ас қасық қамыр құйып, бір шай қасық варенка саламыз. Бетіне қайтадан бір ас қасық қамырымызды құямыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне кекстеріміз пісті, өте нәзік және дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.